мына балаларын садикке беретін ата-аналарды айтам я. Тек айтпасқа амалым болмай тұршы я. Өзі бар ғой, сол жердің тәрбиешісі 100 мыңға жетер-жетпес айлық алады, алдында 20-25 бала бар. Сол сүйде тұрып жаңағы ата-аналарды айтам да, кейбір ата-аналар бар ғой. Баламның мына жеріне неге тамақ тамған дейді. Сөйтіп бәле қылады. Арқасы терлеген, неге мына футболканы ауыстырмадың деп жәнін шығарады. Жап-жас келіндер, өбілкен тәрбиеші аналарға нағып етіп сөйлейсіңдер я. Тегі бар ғой, шапалақпен тәртіп жіберген келді. Тәрбиеші сенің балаңа қарап отыр, үсті малмандай кір боп, ол балаң ойнағанына қуанбайсың ба? Неге бұл кір боп келді, кешегі новый киімі дейді аған қара. Онда таза киіндіріп қойып үйіңе ұстап отыр балаңды бүйтіп. Ойнамасын, жүрмесін, тұрмасын. Аяқ киім дұрыс кимеген. Далаға бүйтіп шыққан, ана жерде бүйткен, сен құлың ба ол? Көп айлық абатқан жоқ. Сенің 25 балаңа қарап отыр, бәрін үйретіп отыр. Жан-жақты, құрсын сен киім былғансын. Атасынан әлеті сол киімнің. Кір болсын. Зато балаң телефон көріп отқан жоқ, ойнап отыр ғой. Нағы болған деп сөйлейсіңдер я. Обал емес па, ол біреудің анасы, біреудің үйіндегі жары. Құлың емес қой жарығым. Жөндеп сөйлеңдерші. Ят қой тек соны айтып тұрған жас келіндер бастарға ақшаңдап. Ана утренникте алдыма балам шығып билемекті бәле қылады. Менің балам алдына тұрмады деп. Ана чаттарды көрсең, дөрекі, сен жалдамаған құлың ба, малайың ба сенің? Мықтысың ба, үйіңе бір тәрбиеші жалдап ал. Менің балам малмандай болып келеді, мен қуанам. Мөлдір, балаң бүгін үстін бұлғады, бұлғасын дейін, бұлғай берсін. Бұлғай берсін, ойнасын, домаласын, жерге жатсын, су болсын, батпаққа аунасын, ойнасын. Сондайды қойыңдар ше, құрсын.